Қашан бастап алды екеуінің қарым-қатынасы? Енді 2018-де танысты ғой енді сонында. 2018 жылы танысты. Біз бірге бір концертте болған кезде. Павлодар қаласында. Бір автобуста отырдық. Бір автобуста фото шығарылды, анау кешегі ерке салды ғой. Мен сол автобусқа мінген кездегі, бір-бірімізбен амандасқан кездегі есімде сол кездер. Мен басқа жақта отырмын, бұл басқа жақта отырмын. Ойлаш, сол кезде махаббат хикаясы ақырында басталған кез екен ғой. Сіз де, значит, началысына куәгер болып тұрсыз. Куәгермін мен ендеше, мәссаған. Енді олардың махаббатының нәтижесі осылай болады деп өзің күттің ба? Шыны керек болса күтпеп едім, өз басыма. Енді білмеймін ғой, енді өмір ғой бұл. Осындай жаңалықтар шығып жатыр. Мен оны жаман жақсы деп те айта алмаймын да. Сөг алмайсың дейсің. Сөг алмаймын, бұл өз өмірі, өзінің таңдауы, бұл таңдауына қосыламыз. Бақыт болсын. Рай мен Еркенің романтикалық қарым-қатынастарын жұрт білген кезде TikTok екеуінің видеоларына толып қалды, өзің білесің. Дегенмен, арасында Райымның бұрынғы ғашығы Наргизаның да видеолары болды. Білуімізше, сенің Наргизбен қарым-қатынасың өте жақсы. Тіпті сен оны өз тойыңа шақырдың. Жақсы араласамыз ғой бұрыннан бері. Ол енді Райымның қызы болды, команданың мүшесі сияқты болды, постоянно келіп жүрді.